Ертеде. Ай жарығымен жарқыраған ғажайып патшалықта Айым есімді ханшайым өмір сүріпті. Оның жүрегі өте мейірімді еді. Жануарлар оны жақсы көретін. Бірақ Айым бір нәрсеге мұңайып жүрді. Мен тек сарайда отырғым келмейді. Мен адамдарға көмектескім келеді. Бір күні патшалықты қараңғылық басып қалды. Ай бұлттың артына тығылып, гүлдер сола бастады. Егер мен көмектесе алсам ғой? Адамдар қорқып кетті. Сарайдың ең биік мұнарасында Айым терезеге қарап тұрды. Егер мен көмектесе алсам ғой? Сенің жүрегің таза. Сондықтан Айдың күші сені таңдады. Айымның көйлегі жарқырап, күміс түске айналды. Шашы жеңіл желмен тербелді. Бұл сиқыр ма? Сиқыр ма? Сен неге жалғызсың? Мені ешкім жақсы көрмейді. Айым қорықпады. Ол жақындап, қолын созды. Мен сені жақсы көремін. Сол сәтте көлеңке жарыққа айналып, кішкентай жарқыраған жұлдыз болды. Қараңғылық жоғалды. Таң атты. Ай қайтадан жарқырады. Гүлдер гүлдеді. Құстар сайрады. Адамдар қуанды. Біздің ханшайымымыз. Патшалықты құтқардың. Мен тек сүйіспеншілік сыйладым. Сол күннен бастап Айым Ай нұры ханшайымы атанды. Өйткені ең күшті сиқыр жақ жақсылық пен махаббат.